Сәлем Гүлназ, қалың қалай? Сәлем, құралай, барлығы жақсы. Жаңа саған кішкене айтып кеткендей, жұмыста көп кішкене бізде заявкаларды оқу деген сияқты этап. Біз 600-дей заявка ә, алдық. Өзіміздің программамызға соларды оқып бітіру керек болып жатыр. Өзің М, қалайсың? Күшті, рахмет. Иә, менде де сол бізде жұмыста өзіміздің кейбір жобаларымыз мәмілелеріне келіп жатыр, соған қуанып жатырмыз. Кездерді бітірген кезде күшті не ғой. Одан кейін ощущение, бір жұмыс Иә, бітті деген секілді. Сол күшті алдыңғы құтты болсын. Иә, рахмет. Алдыңғы аптада біз сенімен біздің екінші сезонды бастадық, иә, маусымды. Жаңағы осы біздің саладағы жұмыс туралы, карьера туралы, мәнсап туралы. Сол тақырыпты ары қарай жалғастырғанымыз маңызды деп ойлаймын. Өйткені біз біріншісін тура 1 сағаттан аса жазыппыз, айтар дүние көп болған секілді. Сондықтан ары қарай жалғастырайық. Мен есімде біз жеңістер, осы жұмыста қандай жеңістерге жетуге болатынын айттық аяғында. Менің осы жеңіс енді ол мақсат қой, біздің баратын жолымыз, бірақ сол жолда қалай біз жүреміз дегенге құндылықтар жауап береді, иә, көбіне. Сон сен үшін субъективті тұрғыдан осы жұмыс істеп жатқан жеріңде болсын, жобаларыңда болсын, қандай құндылықтар сен үшін маңызды, және қандай жағдайда нақты жобадан, жұмыстан сен кетуге дайынсың, иә, және қандай құндылықтар бұзылған кезде, мүмкін сақталмаған кезде ма, сондай кейстерің болды ма, немесе өзің мынандай ішкі бір манифест дейді ғой, сондайың бар ма? Иә, құндылықтар менің ойымша ең үлкен құндылық мен үшін біздің жұмыста ол теңдік. Фундаменталды түрде айтқанда ам, біздің жаңағыдай бенефициарлармен партнерлармен жұмыс істеген кезде ам, және негізі осы жұмысты бастаған кезде осы барлығымыз бір тең тең тұрғыдамыз деген сияқты ам, құндылық мен үшін өте маңызды. Себебі ол осы жұмысымыздың былай айтқанша жаңа фундаменті болып есептеледі мен үшін. Егер біз жұмысымызға партнерларымыздан жаңағыдай superior, ақылдырақ, күштірек деп өзіміз санасақ, менің ойымша ол дұрыс емес подход. Біріншіден. Екіншіден, бенефициарлармен жұмыс істеген кезде де біз ешкімді құтқаруға бара жатқан жоқпыз. Ешкімнің өмірін күрделі түрде өзгертетін біздің былай супер силамыз, супер күшіміз бар деп тек біздің арқамызда бұл адамдардың өмірі өзгереді жақсы жаққа деген жаңағыдай майндсетпен бару дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі ол кісілердің өзінің өмірі қазірдің өзінде де жақсы болуы мүмкін, немесе олардың жақсы деген түсінігі біздіңкінен басқаша болуы мүмкін. Бірақ та мен көп оқимын осы әлеуметтік саладағы жобаларда. Мен жақында бір статьядан оқыдым, көрдім. Өте белгілі қазақстандық жоба мен кісілер туралы жазған. Мы спасаем деп жазып қойыпты. Сосын мен ойладым, that's bad. Иә, менің ойымша осы менің үшін ең басты нәрсе сол теңдік. Екінші құндылық мен үшін жаңағыдай fairness, иә, теңдік және әділеттілік. Әділеттілік болған дұрыс деп ойлаймын. Негізі менің жобаларды бастағаным себебім осы негізгі осы әлеуметтік әділетсіздік мені былай түнде ұйқымнан оятады деген сияқты. Себебі мен шынында да кейде түсінбеймін неге осындай фундаменталды бір адамдардың құқықтары олардың жаңағыдай географиясына немесе әлеуметтік жаңағыдай жағдайына қарай өзгеріп отыратын мен үшін түсініксіз. Әсіресе балаларға, әсіресе жаңағыдай әртүрлі осындай қоғамдағы мысалға әйелдерге келгенде неге біз олай бөлеміз деген сияқты. Неге мен
жұмыстан кетуге дайынмын. Яғни мүмкін осы екі құндылықтың фундаменталды түрде сақталмаса, мен үшін иә осындай бір редлайн сияқты. Саған ше, Құралай, сенің қандай құндылықтар Мен маңызды? сен айтқаныңа қосыламын. Біздің контекстте енді Қазақстандағы осы саладағы жұмыс туралы айтатын болсақ, қазір уақытта мен үшін маңызды оны мысалы сен жұмыс істеп жатқан қорыңның тақырыбы әлбетте негізі бәрі саясат қой, конечно, барлығы саясат, нақты саяси сұрақтармен айналыспаймыз, андай саясаттан тыспыз, балалармен жұмыс істейміз десек те, негізі балалармен жұмыс істеу ол нағыз саясат қой негізінде. Менің ойымша, мен қай кезде жобалардан кетер едім және не мен үшін құндылық, ол жаңағы маңызды принцип. Иә, негізі Қазақстанда көп қорлар, негізі осы филантропиямен айналысатын адамдар да ақшаларын беретін, олар саяси конформизмді қолданады. Иә, ол жаңағы біздің Қазақстандағы саяси жағдайға қатысты қай тақырыптар репрессияға ұшырауы мүмкін, қай тақырыптар репрессияға ұшырамайды, соған қарай ақша береді, немесе соған қарай тақырыптарда андай көмек көрсетіп андай жоба жасауға тырысады. Иә, ода тұрған ештеңке жоқ деп ойлаймын, жақсы, әр адам өзі туралы ойлайды. Бірақ саяси конформизмнан ары қарай біз жобаларды жасап жатқан кезде, саяси дискриминация жасаған кезде, мысалы бізде кейбір активистер бар, немесе сондай осындай саяси өте белсенді адамдар, олар напрямую саясатпен айналысады, және сол адамдардан тура алшақ ұстануға тырысқан кезде, оларды жұмыс бабымен дискриминация жасаған кезде, мен в общем қатты саяси конформизмға ұласып, андай тым қатты GR деп мемлекетке жақындап кететін, немесе үлкен корпорацияларға жақындап кететін қорлар, жобалар болса, мен ондай жерде жұмыс істей алмаймын. Өйткені менің ойымша Қазақстандағы көптеген жаңағы қайырымдылық қорлар болсын, жобалар болсын, шешкісі келетін сұрақтардың түбі ол жүйелі саяси мәселелер негізінде. Ал біз сол сұрақтарды шешкісі келмейтін, немесе ушықтырғысы келетін кейбір институттарға тым жақын болып, оларға күштеріне, иә, біз өзіміз негізі не деуші еді, жаңағы өзіміз жөндегіміз келген құдыққа тікті отырғандай да, маған біраз солай болып көрінеді. Мен түсінем, өте автократты мемлекет болған кезде әр адам өзінің қауіпсіздігі туралы ойлайды және жобасын ары қарай өсіп өнгенін қалайды. Бірақ соның өзінде де қатты жаңағы саяси конформизмнан ары кеткен кезде мен ондай жобаларда болғым келмейді. Рахмет, Құралай. Провокационный келесі сұрақ бөлісуге дайын болсаң. Негізі осы сен айтып кеттің, өте келісемін мен де. Бұл жаңағыдай сенің құндылығыңмен. Өзіңнің тәжірибеңде бәрін осылай тастап кеткің келген сәт болды ма? Неге кеткен болсаң, қалатын болсаң, неге қалдың сондай жобаларда? Мен менің ойымша біз тастап кеткіміз келеді әртүрлі мәселе бойынша. Кейде ол мүмкін құндылыққа да қатысты емес, жаңағы шаршайсың, бөрнаут болуы мүмкін, иә, кейбір келіспеушіліктер. Сол кезде мен өзіме жаңағы сұрақ қоямын, сен не үшін бұл жерде жүрсің? Кейде мүмкін жай шаршап тұрсың, оны түсінсем, біраз демалып, сол мені ұстап қалады. Екіншіден, кейде болады андай командада келіспеушіліктер болып жатады да, біз андай жұмыста әртүрлі стратегияда істеп жатуымыз мүмкін, әртүрлі түсінігіміз болуы мүмкін, иә. Бірақ сол кезде де кеткім келген кездер болған, бірақ мені ұстап қалған дүние қазіргі уақытта жоба аясында біз істеп жатқан кезде біздің бенефициарлармен біз күшті серіктес бола алдық, күшті істеп жатырмыз. Одан мен көбірек жақсы эмоция аламын. Мына жақтан қазір басқаша кетпей ақ, басқаша шешіп көруге болады ау деген сондай кездер болды. Өйткені бұл жерде де андай бір миф болғанын қаламаймын, сондай бір әлеуметтік тағы да өте маңызды тақырыбы бар жобаларды жұмыс істеп жатқанда
бір көгілдір әдемі барлығы пушистый адамдармен жұмыс істемейсің, әртүрлі кикілжіңдер болып жатады. Содан жай ғана кез келген жұмыс орындағыдай болады жағдайлар, бірақ енді жаңағы сол қай жағдайда тура кетесің деген секілді. Бірақ мен жұмыстан жаңағы сол не деуші еді, үлкен конгломерат, үлкен корпорациялар қолдап жалғыз донор болып напрямую болмаса да так латентно өзінің нелерін, талаптарын қойған кезде ол жобаға қатысты емес, ол жаңағы саяси тақырыптарға қатысты. Сондай кейс болған, ондай кезде жұмыстан шыққан кейсім болды. Және сондай қиын жағдайға қарамастан өздерінің позицияларын ашық ұстап қалған да жобаларды білем, өйткені мен өте сыйлаймын. Мен енді Ресейде соғыс басталғаннан кейін көп дүниені айтуға болмайтын болды ғой, кейбір үкіметтік емес ұйымдар жоқ, біз Ресейде қалып осы Ресейдегі адамдарға көмектесу керекпіз, сондықтан да мысалы соғыс туралы айтпаймыз, андай бүгінгі заңдар бойынша кейбір дүниелерді айтпаймыз деген шешімге келді. Енді ол өздерінің таңдаулары, расымен де өздерінің мысалы хоспистар сөйтіп айтты, идите нафиг сендер бізді шеймиде, хосписта біз хоспистағы адамдарға көмектескіміз келеді, біз кет қала алмаймыз деп. Бірақ мысалы мен өзім жұмыс істеген ұйымдар, олар керісінше айтты, біз жабылатынымызды түсінеміз, бірақ біз айтпасақ, ертең 10 жылдан кейін, в общем, совесть будет мучить деген секілді. Сол менің ойымша әрдайым сондай әртүрлі, әр кейсті жеке қарастыру керек шығар. Солай, сенде сондай кейстер болды ма, сәттер, кеткің келіп қалған, немесе есікті жауып кеткен деген секілді? Мен наймда жұмыс істеген кезде менде осындай, менің ойымша командаға байланысты көп нәрсе. Жаңағыдай біз айтып кеткендей, біз бұл жақта әлеуметтік салада бір мақсатқа жұмыс істейміз. Сондықтан кейде бірге жұмыс істей алмайтын адамдар болып қалады. Сен айтқандай жаңағыдай миф, барлығы күшті, барлығымыз семья деген сияқты кездерде болмауы мүмкін. Мен бір жаңа бізді донор спонсировать ететін организацияда жұмыс істедім. Сол кезде біздің бастығымыз ауысты. Бастығымыздың ұстанымы, біз жаңа донор не айтады, біз соны істеуіміз керек деген сияқты ұстанымы болды. Жаңағыдай ол донордың жаңағыдай беспрекословно айтқан нәрсесін барлығын жасаймыз, солардың аджендасына қарау керекпіз деген сияқты. Біз как будто бы исполнитель сияқты болып қалған сияқты болдық, менің ойымша. Сол кезде негізі мен ол жақта 2 жылдан астам уақыт жұмыс істеп мүмкін мен өзімде ол жақта жұмысты тоқтатуға жаңағыдай дайын болған шығармын ол уақытта. Бірақ сол кезде жаңағыдай жаңа бастықтың ұстанымы, ол кісінің жаңағыдай локальный жаңағыдай командамен жұмыс істеу этикасы мен жаңағыдай донорлық организациядағы жаңағы стейкхолдерлармен, басқа стейкхолдерлармен жұмыс істеген этикасы маған ұнаған жоқ. Сондықтан мен ол жұмыстан кеттім. Себебі жаңағы айтып өткендей, менің ойымша олай дұрыс емес. Біз жаңағыдай локалды команда ретінде біз білуіміз керек. Біз білеміз, негізі біздің жаңағыдай бенефициарларымызды, комьюнитиімізді. Сондықтан менің ойымша бастықтың, менеджердің немесе жаңағыдай лидерствоның негізгі қалай айтсам, жұмысы осындай кездерде оларға түсіндіру, біздің құндылығымыз, біз жаңағыдай біз осы әңгімеге не алып келеміз, біздің қандай порциямыз бар осы неде, біз қандай вклад, не қосып жатырмыз деген сияқты. Менің ойымша сол ол лидерствоның жұмысы қанша қиын болса да, сол жаңағыдай донорлық организациялармен, фандерлармен немесе басқа стейкхолдерлармен біздің позицияны дұрыс көрсету. Ал егер оны көрсете алмаса, онда менің ойымша ол жаңағыдай лидершіптің дұрыс жұмыс жасай алмағандығы деп ойлаймын. Рахмет бөліскен үшін. Расымен де менің ойымша команда және жаңағы жұмыс істеп жатқан командадағы менеджмент қандай, шешімдер қалай қабылданады, ол бізге қатты әсер ететін секілді, расымен де. Құралай, осы секторда сен жұмыс істегеніңе біраз уақыт болды.
біз тек осы секторда ғана жұмыс істеген сияқтымыз негізі көбінесе. А, иә, негізі сенде осы сектор саған не үйретті, қалай ойлайсың басқа секторлардан айырмашылығы? А, егер иә, біз себебі осы бізде сезонда біз карьера туралы сөйлесіп жатырмыз, сондықтан Мгм. мүмкін осы секторға кірмеген адамдарға пайдалы болар. А, М. Маған негізі ондай рефлексия жасау расымен де қиындау болар, өйткені мен басқа секторда андай жұмыскер болып кірген жоқпын жұмысқа. Иә, расымен де мен жұмысқа осы салада ғана тұрдым да, ал қазіргі уақытта иә менде не бар, кәсіпкерлік жұмысым да бар, бірақ кәсіпкерлікте мен өзіме жұмыс істеймін. Ол да біраз басқандай, ол жерде мәдениетті өзің енді жасап шығарып аласың ғой. Бірақ маған бизнес саласынан бір кісі мынандай дүниені айтты: құралай, сендер жоқтан бар жасай аласыңдар дейді. Андай аз ақшамен, тіпті қаржы жоқ болса да басқа ресурс көздерін көре алу мүмкіндіктерің бар дейді. Өйткені мысалы біздің салада дейді адамдар бюджет бар ма, ол андай олардың қызмет нұсқаулықтарында жазылған ба жазылмаған ба, сіздер оған қарамайсыздар дейді. Мысалы өздеріңіз командаларыңызда бастарыңызға бір идея келді, мынаны істейік, бүйтейік, сөйтейік деп соны істеп кетесіңдер және жоқтан бар жасай аласыздар дейді. Ал ол жақта бұған бюджет жоқ, мынандай риск бар, біздің келесі жылдың жоспарына ол кіріспеген дейді де, адамдарға қойса жаңағы көшбасшылық, төменде көшбасшылық, креатив және жаңағы аз ресурспен вау жасау, ауларға вау жасау үшін масштаб өссе, ақша несі де өседі. Енді менің ойымша бұл жерде плюсы да енді минусы да бар. Кейде бұның екінші жағы, сен өз еңбегіңді дұрыс бағалай алмай жатасың, жаңағы иә бөрнаут та болып жатады. Бірақ бір жағынан жаңағы ресурс аз кезінде адаптивтісің, иә, сол дүние жақсы секілді. Сенде қалай? иә, Сен нені үйрендің? Бірақ иә, басқа секторда сен жұмыс істеген жоқ. Сен мемлекеттік мектепте істедің бірақ, иә? Мен де иә. мемлекеттік мектепте істедім. Иә, 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 екеуміз де мектепте сосын осы секторда жұмыс істеген Мгм. сияқтымыз көбінесе. Иә, негізі сен айтып отқан жауаптарыңды өзіме өзіме ұрлап аламын ғой деймін, себебі иә шынында да иә менің ойымша бізде жаңағыдай ойымызда бір ограничение жоқ сияқты. Егер бізде осындай бір проекттерді жасаймыз десек, жаңағыдай бюджет болса жақсы деп ойлаймыз. Бюджет болса күшті, бірақ бюджет болмаса да тура солай жасай аламыз деп әйтеуір жолын табатын сияқтымыз. Сондықтан иә сондай жол тапқыштық, креатив менің ойымша иә өте біздің жаңағыдай қалай сильная сторона дейді ғой, иә біздің күшті жағымыз. Менің ойымша сектор маған не үйретті, мен білмеймін, менде тағы да басқа жақтан онша менде кішкене енді консалтинг опыты болды жақында осындай бизнеспен, бірақ та менің ойымша басқа секторлардан айырмашылығымыз барлық коллегаларым бұнымен келісе ма келіспей ма білмеймін, бірақ біз андай менің өзімнің ұстанымым, мен барлығын білемін деген менде андай сенім жоқ полностью. Кішкене өзіңе бір здоровый сомнение дейді ғой, жаңағыдай адамдарға сену, коллегаларға сену, әріптестермен бірге жұмыс істеу, жаңағы бенефициарлармен деген сияқты. Менің ойымша басқа секторларда кішкене андай біз бәрін білеміз, адамдарға не керек, сол үшін мен айтқаным болады деген сияқты. Ол кейде жаңағыдай өзінің зиянын келтіріп жатады. Сондықтан менің ойымша бұл сектордағы көп адамдардың енді асампшыны деп үміттенемін, хотя бы что адамдар иә мен барлығын осы менің идеям ғана дұрыс, мен барлығын білемін деген сияқты осындай ұстаныммен келмейді. Кішкене басқа адамдар тыңдауға, оларға көңіл бөлуге деген сияқты өзінің бір андай ә, қабілеті бар деп ойлаймын. Мгм, мгм. Қызық.
не деуші еді, мүмкін сенің жұмыс істеген комьюнитиң үшінші секторда сондай болған шығар. Расымен де Мгм. ондай адамдар бар. Менің ойымша ол бұл кәсібиліктің белгісі. Біздің саладағы айтады ғой, әр саланың өзінің кәсібилік портреті әртүрлі деп, иә. Мгм. Сол және сен айтқан ол сол кәсібиліктің критерийлерінің бірі деп ойлаймын. Бірақ Мгм. бізде ары қарай қазір талқылаймыз ғой осы саладағы андай күшті адамдар портретін қандай мифтер бар. Мен сол мифке керісінше айтайын деген, бұл салада сөйтіп өзінің идеясын керамат деп ойлайтын адамдар көп, андай тура точно көмектесіп жатырмыз әшейін бір андай не күмән болмайды, андай Мгм. көмектесші. Мүмкін жұмыс істеп жатқан жоқсыңдар, 20 жыл өзі істеп жатсыңдар, жоқ біз күшті істеп жатырмыз деген. Мен сондай нәрсені көбірек көремін өкінішке орай. Және сол Иә. біраз жаңағы конструктивті күмән туғызу өте қиын. Мгм. Мүмкін Мгм. қорқынышты да шығар Иә. олай қарауға, иә. Иә. Иә, енді рас Ә, біз, ой, сори. иә, негізі жоқ, сен айтып кеткен дұрыс. Мүмкін, иә, кейбір ә, мен сиреналарымды естіп жатсың ба? А? Жоқ. Сиреналар естіліп жатыр ма Мм. қазір? Білмеймін. Сен деп микрофон өшіп тұр. Аха. Мен жанымда жаңа сиреналар естіліп жатыр да, Нью-Йоркта тұрғанның. А, жоқ, бірақ бар ғой, микрофонмен жаңағы неге келмеді. Келмеді Мүлдем, ма? мүлдем келмеді. Иә, қызық, сенің А, даусың ғана таза естіліп тұр. Ешқандай фоновая болмады. Ушу болмады а, ешқандай да, иә. very impressive. М, Иә, бірақ айтқым келгені, иә, негізі менің коллегаларымның өзінде бізде менің ойымша бір критикалық масса болу керек сондай адамдардың командада. Егер жаңағыдай бәрін білемін деген адам болса, оны кішкене пушбак жасайтын, кішкене челлендж жасайтын, сонда сенде күш болады. Бізде мысалы бір проекттің өзінде біз бірнеше адам жұмыс істейміз, бірақ біреуміздің ойымызды екіншіміз кішкене челлендж етіп, шынында да жаңағыдай бізге келе ма келмей ма деген сияқты сондай талқы жасауға кішкене мүмкіндік бар сияқты. Бірақ мүмкін, мгм, иә, бірақ мүмкін бұл барлық жерде жаңағыдай шын мәселе емес шығар. Иә, рахмет мгм, сол үшін өзіңнің тәжірибеңді айтып кеткеніңе. мгм. Рахмет саған бөліскенің үшін. Біз жаңағы, менің ойымша, не жаққа өтіп бара жатырмыз, жаңағы нелицеприятно дейді ғой. Қалай білесің, осы салаға енді айтып жатады ғой, ой, ол адам кәсіпкер болып тумаған деген секілді айтады ғой. Андай жилка болу керек деген секілді. Сондай жилка біздің салада да сондай дүние бар деп ойлайсың ба? Жилка секілді. Және бұл салаға келген қай адамдарды жұмыс істеуге кездейсоқ деп санар едің сен? Кездейсоқ келіп қалған осында. Соларды қалай ажыратасың? Мынау кездейсоқ келіп қалған, ай шыдамайды ау, немесе кетеді ау, бізге келмейді ау деген секілді. Соны қалай түсіне аласың, немесе вообще бар ма, әлде ол миф па, саған қалай бұл? М, иә, жақсы сұрақ. Негізі бізде мысалы коннектедта көп жағдай болды. Адамдар корпоративный секторда жұмыс істеген опыты бар. Бізге келеді, себебі жаңа корпоративный секторда оларға жаңағыдай бір толыққанды бір мән жоқ сияқты жұмыстарында. Негізі шынымды айтсам, кейде жаңағыдай енді сондай адамдарды жаңа жұмысқа алған кезде, біздің проектке кіргізген кезде, мен ойлайтын қаншалықты көп уақытта осы адамдар бізбен жұмыс істей алады екен деген сияқты. Бірақ шынында негізгі сұрақ ол жаңағыдай мәнді іздеп келген адам болғандықтан, біз соңында күшті жұмыс істеп ұзақ мерзімде жұмыс істедік ол кісілермен. Оларға алғысым шексіз. Бірақ менің ойымша, иә, жаңағыдай корпоративный секторда жүрсе де ол жаңағыдай мәнсіз жұмыс болып көрінгендіктен бе, жаңағыдай сол үшін олар әлеуметтік салаға шынында да жаңағыдай өзінің жолын табуға тырысқан сияқты. Себебі біз жұмысымызды енді ең бірінші жұмысымызды таңдай бастаған кезде біз қанша 16-17 жастамыз университетте. Одан кейін, иә, мүмкін басынан бастап корпоративный секторға сыймайтын болған шығар ол кісілер деп ойлаймын. Секторлық ой
негізі кездейсоқ келген адамдар, менің ойымша жаңағыдай алдында айтып кеткендей, мен барлығын білемін, мен бар мен барлығын уже шешіп қойғанмын, жаңағыдай қоғамдастық үшін деген сияқты. Менің ойымша ол кішкене кездейсоқтық сияқты. Әрине, енді бізде сен айтып кеткендей, ол кісілер жаңағыдай 20 жыл 10 жыл бойы жұмыс істеп жүрген болуы мүмкін. Жаңағыдай қоғамдастықтарда олардың шынымен де ықпалы болуы мүмкін, бірақ та мүмкін кішкене болса да жаңағыдай өзінің көзқарасын өзгерте алу керек сияқты. Екінші, менің ойымша, бұл салаға кездейсоқ келіп қалатын адамдар жаңағыдай бизнесте жүреді, немесе бизнесте жүріп, одан кейін осындай бір филантропиялық, давайте же делать что-то полезное деп, мүмкін андай бір зовы болуы мүмкін. Өзіне шақырып жаңағыдай. Бірақ та түкте андай басқаларды есту қабілеті болмаса, басқаларды түсіну қабілеті болмаса, тек қана жаңағыдай я хочу делать что-то полезное деген ұстаныммен келетін адам болса, менің ойымша ол кішкене кездейсоқтық. Себебі сен әрине өзіміздің, біз бұл жайлы айтып кеттік бірінші сезонда, біз бұл салада өзіміздің бір мотивациямыз бар түбінде деген сияқты. Бірақ тек өзінің жаңағыдай өзінің басын сипап қою үшін келген адамдар, менің ойымша, олар кішкене кездейсоқ түрмен М, келген сияқты. Тек өзінің эгосы үшін келген адамдарды, менің ойымша, байқауға болады тез. мгм, мгм. Сенің ойыңша ше қалай? Және келісесің ба менің айтқан нәрселеріме? Мен сол білмедім, бағанадан ойланып отырмын да, андай менің ойымша не деуші еді, сол адамға байланысты расымен де, және кез келген адамның менің ойымша өзгеру мүмкіндігі бар, егер өзгергісі келсе, жаңағы сондай оймен келіп, одан кейін бірден кейін ұрынып, в хорошем смысле андай бір жобада бір сабақ алып, lesson learned болып, содан кейін пікірі, ойы, көзқарасы мүмкін өзгеретін шығар. Ондай да кейстер көргем. Бірақ расымен де жаңағы өзгеруге ашық, дайын болса, және андай не дейді ғой, қазақша қалай еді, любопытство деген сөз. Ну, сондай жаңа салаға келгенде бір пионер сезіммен кірсе, менің ойымша жақсы сіңісіп кетеді. Егер жаңағы пионер сезімі болмаса, және жаңағы growth mindset болмаса, онда өзгеруге қиын, адаптивтілігі төмендеу болса, бейімделу, менің ойымша ондай адамдарға тура қиын болып кетіп қалатын шығар. Және менің ойымша, мысалы мемлекеттік сектор болсын, немесе корпоративті сектор болсын, ол жердегі жұмыс істеу мәдениеті басқандай ғой. Мысалы корпоратив сектор болса, бәрі шики-пуки жоспарлардың бәрі там 8 айға жазып қояды, сол жоспар бойынша жүреді, айтады жоқ өзгертпейміз, онда келесі жылы сол өзгеріс болады дейді. Ал біздің секторда бүгін бар, ертең жоқ, ертең фани тағы бірдеңке, бәрін өзгер. И ол адамдарға кейде мен көріп жатамын да, оларға үйтіп тез бүйтіп өзгерте салу қиындау, айтады жоқ деп қатты тұрып алады. Ал мысалы ар жақтан келетін, енді білмеймін, мемлекеттік сектордан тура келіп жатқан адамдарды көрген жоқпын қатты. Бірақ менің ойымша оларға көшбасшылықпен де проблема болатын секілді, өйткені олар қатты үлкен иерархияда жұмыс істеді ғой. Ал бұл жерде саған айтпай жұмыс істеу керек те, сондай сала ғой. Ал сен андай айтқанша отырып нетсең, сондай да бар секілді. Енді сол кезде қиындау болып шыдамай кетіп қалатын болады секілді. Солай. Маған қызығы негізі қазір біраз не деуші еді, подкасттың аяғына келуге болатын секілді, бірақ аяғында мына бір тақырыпты ашып кетсек, енді бұл салада жүрген адамдар бар ғой, және бұл салада жүрген адамдар туралы әртүрлі мифтар бар. Иә, сол қандай мифтерді жоюға болады деп ойлайсың осы үшінші секторда жүрген адамдар, мамандар туралы? Иә, рахмет, құралай. Менің кішкене андай противоречивый болатын сияқты өзім жаңа айтқан. Біріншіден, менің ойымша, тек жаңағыдай бүкіл өзінің барлығын беріп,
қоғамдастық үшін жасап жатыр деген миф болуы мүмкін. Бірақ біз бұл туралы айтып кеттік, иә, тағы да. Иә, негізінде түк бір эгосы жоқ адам жоқ шығар бұл өмірде. Түбінде бір өзінің бір кішкене мотивациясы болады. Не үшін бұл жұмыс, бұл жолды таңдағаны туралы, немесе не үшін бұны жасап жатқаны туралы. Менің ойымша сол бірінші миф. Екінші үлкен миф, маған қатты ұнамайтын, Қазақстанда бір проект бір адамның арқасында ғана жұмыс істеп жатыр деген. Бұл негізі сендер жаңағыда ойлап жатқан адамға да өзінің зияны бар, командаға да және қоғамдастыққа да. Себебі проекттердің көбісі бір адамның айналасында ғана жүріп қояды. Ол адам кететін болса, онда проект те жабылады. Сондықтан бұл түсініктен барлығымызға кішкене алшақтау пайдалы болатын сияқты. Себебі егер бір адам емес, команданы ассет ретінде қарасақ, команданы құндылық ретінде қарастыратын болсақ, сонда менің ойымша ол команданың жаңағыдай сақталып қалуына, команданың жаңағыдай өсуіне мүмкіндік беретін сияқты, менің ойымша. Сондықтан ол да лидердің жұмысы, жаңағыдай команданы бастаған немесе команданы жүргізіп жатқан, негізі сол проекттің жетістіктерін команданың жетістігі ретінде көрсете алу, және басқа адамдардың экспертизасын көрсету, жаңағыдай басқа стейкхолдерларға, партнерларға. Менің ойымша сол бір үлкен бір мифтардың бірі сияқты, менің ойымша. Ал сенің ойыңша? Менің ойымша жаңағы жақсы адамдар деген альтруист, бір періште адамдардай көреді ғой. Ойбай, жаңағы балаларға көмектесіп жатыр, хайуандарды нетіп жатыр деген секілді, және құтқарып жатыр деген секілді. Бұл секторда жұмыс істейтін адамдар дәл басқа сектордағы адамдар секілді жаңағы етпен, қан мен терден жасалған, және дәл сіздер секілді олардың да жаңағы періште емес, неше түрлі өздерінің басында да приколдары бар, иә, қарым қатынастарында да. Соны кейде кейбіреулер ойлайды, сен андай балалармен жұмыс істейсің ғой, сен сол салада, онда сен барлық өмірдегі салаларыңа да сол бір идеал картина болу керек, иә, жаңағы көрсетеді ғой, принцесса Диана секілді андай балаларға көмектесіп жатыр, ондай не деуші еді, мінезі сондай жұмсақ деген секілді, сондай бар да. Ал бұл салада жай қарапайым адамдар, оларда өсек айтады, жынданады, тағы да басқа енді конфликттерге де кіреді деген секілді. Менің ойымша сол бір үлкен миф бар. Екінші миф ол жаңағы бұл саладағы адамдар туралы, бұл саладағы адамдар аз ақшаға жұмыс істеуге дайын, оларға көп төлеп қажет емес, тіпті барлығын ақысыз. Расымен де ондай прецедент бар, өйтіп өзіміз жаман үйретіп алғанымыз бар, ол рас. Бірақ неге сіздер тіпті ақша беретін ұйымдар немесе бизнес, иә, сондай сметаны көрген кезде сен мысалы бұл жұмысқа андай тіпті мүмкін бизнес саласындағыдай көп ақша қоймасаң да, енді достойная дейді ғой, дұрыс зарплата қойсаң, айтады, сіздер үшінші, неге сіздер өздеріңізге ондай зарплата қойғансыз, біз сіздерді ақша үшін жүр деп ойлаған жоқ едік деген секілді бір бар ғой, олар үшін личное оскорбление болып қалады да, көрген кезде. Сол да бұл адамдардың ол жұмысы, иә, ол адамдар жаңағы ақы сұрағысы келеді, олар да жақсы ақыға жұмыс істегісі келеді. Ол миф, олар прям ақша қажет емес ол адамдарға, оларға да ақша қажет. Олар да мүмкін бір брендовый сумка алғысы келеді, сөйтіп ойлайды. Сондай миф бар, оларға оның барлығы қажет емес, ештеңке алғысы келмейді, Баленсиага ештеңке қажет емес. Жоқ, ондай қажет еместері де бар, қажеті де бар. Жаңағы роскошқа қызықпайды деген секілді дүние да. Сол да бар секілді. Және негізі мен білетін тағы бір миф, оны көбіне бизнес саласындағы адамдар айтады, бірақ ол қайтадан олардың директивті негізі көзқарастары, олар өздерінің кәсібилік критерийлары бар да, соған салыстырады да, айтады, бұл салада көбіне кәсібилігі төмен адамдар жұмыс істейді деп айтады. Иә, сондай бар. Өйткені олардың кәсібилік түсінігі басқа ғой, өздерінікі бойынша қарайды да. Сондай миф бар. Айтады, сіздермен негізі жұмыс істегіміз келмейді екен, кәсібиліктеріңіз төмендеу ғой
андай сіздердің саладағы адамдар өзі сондай андай инфантил деп сөйтіп айтатындар да бар. Солар ойыма бірінші болып келді. Иә, келісемін, растаймын. Арасында жаңағыдай әңгіме айтатын кездерде болады бұл сектордағы адамдарда өсек деген сияқты. Және біз тек қана қара нанмен өмір сүргіміз келмейтінін де растаймын. Иә, рахмет Құралай. Рахмет. Күшті мифтарды ашып бердің. Иә, күлкілі мифтер десе. Күлкілі, бірақ шынында да иә қызық. Бізді солай өзіміздің неге жаңағыдай рамкаға қойып тастаған сияқты, және одан бөлек жаңағыдай кішкене көбірек достойный, жаңағыдай жалақы сұрасаң деген сияқты бір дұрыс емес, құндылығы дұрыс емес адам сияқты Иә, немесе ретінде андай көретін. таң қалады да, сіздер өздеріңізге бүйтіп жалақы қойып қойыпсыздар ғой. Сонымен ойлайсың, мен параноидпін ба, немесе мен Иә, жаңағы Чарльз Ханзаданың әйелімін бе, ни иә, первое ни второе, значит маған жалақы керек. иә, иә, exactly. Енді расымен бұл салада жұмыс істейтін адамдардың бәрібір бай адамдардың әйелі емес қой, енді первая леди болып қайырымдылықпен айналысып жүрген, Иә, ерігіп, кейде сөйтіп ойлайды да, андай ерігіп бос уақытың болғаннан кейін шыңғысып істеп жатрсың, сондықтан саған жалақы не үшін керек деген секілді. иә, қуанышқа ма өкінішке ма орай әйтеуір оны да растаймыз, Құралай екеуміз Иә. бай адамдардың әйелдері емеспіз, еріккеннен жүрген жоқпыз. Иә. Ә, Құралай, осымен қалай бұл туралы жаңағы қызық күлкілі моментте аяқтаймыз ба, қалай ойлайсың? Иә, менің ойымша осымен тәмамдауға болады, ал Иә. келесі эпизодтарда көбіне практикалық тұрғыдан, мысалы осы салада қандай енді профессия деп айтуға бола ма, позициялар бар, соны талқылаймыз. Мүмкін профориентациялық тұрғыдан өзіңізге андай қарастырып көруіңізге болады, қандай позициялар бар, ол позициялардың спецификасы. Мүмкін ол жерде көбірек жаңағы жалақы туралы да айтамыз, қай позицияда қандай жалақылар бар, қандай жұмыстың ерекшелігі деген секілді қызықты болады деген үміттеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Рахмет, иә. Барлықтарыңызға сәттілік. Өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса бізге жазып отырыңыздар. Рахмет. Сау болыңыздар.